Ассаламуалейкум достар, қалайсыздар? Бүгін ерекше видео болады, бүгін лайфстайл болады. Менің соңғы көлігімді білесіздер ғой, Toyota Corolla көлігі қара түсті екен. Осы көлікті мен 24 сағат ішінде сатуға ұмтыламын, соның барлығын сіздерге көрсетемін. Қалай болатынын көрейік, ендеше. Арзан ескі құсқы машиналар. Қай жерде отыр Жамбыл? Мен Corollаны сатып кетті. Жаңа үйлеріне бұйырсын. Енді 24 сағаттың ішінде. Қазіргі таңда шыны керек бәріміз мойындаймыз, барлық адамдар колесо приложениесі немесе сайты арқылы өз көліктерін сатады. Базарға қазір ешкім барып күн ыстықта телеп, сондай уақытын өткізгісі келмейді. Әрине, базар тым бөлген жоқ, бірақ сонда да қазіргі таңда сайт арқылы, колесо арқылы сату өте тиімді. Сол себепті бізде базарға бармай, үйде отырып, немесе кеңседе отырып, өзіміздің көлігімізді жақсы суретке түсіріп, жақсы сөздер жазып, бүгін колесоға шығарамыз. Қазір қандай сөздер жазатын туралы мен кішігірім дайындап қойдым, өз көлігім туралы. Мен қазіргі таңда бұл көлік екінші егесімін ғой. Бірінші егесінен барлық көліктің тарихын сұрап алғам, соған сүйене отырып, мен бүгін осындай сөз құрастырдым. Өкінішке орай қазіргі таңда сайтқа, білмеймін, барлығы орысша жазады. Соның ішінде мен де кіремін, орысша жазамын. Негізі осыны қолға алып, қазақ тілді бауырлар, ағайындар осы приложенияға, сайтқа қазақша жазуға ұмтылайық. Әзірге маған көлікті тезірек сату керек, сол себепті үйреніп қалған орысша жазамыз. Бірақ алдағы уақытта сөз беремін, мен қазақша мәтін жазу арқылы өз көлігімді сатамын. Достар, міне бүгін 24 тамыз, сағат кешкі 6 болды. Қазір жарнамаға саламыз. 24 сағаттың ішінде сатамыз ба, сата алмаймыз ба, көреміз. Бірге тамашалаймыз. Достар, міне менің жарнама тарихым тұр. Былтыр менде Lexus ES 330 болған, 2004 жылға 3 миллион 600 сатып жүрдім. Одан кейінгі алған көлігім Toyota Corolla 2011 жылға Americans Sport болған. Одан кейін міне Hyundai Elantra болды 2015 жылға. Одан кейін Toyota Corolla болды 2013 жылға. Одан кейінгі соңғы көлік шықты. Көрдіңіздер ғой, мұнда суреттің сапасы қандай, жақсы, барлық нюанстары, барлық жерлерін бәрі салған. Жарнамаға түгел көлікті осындай сапалы суреттер салынды. Мұнда барлық мәтінде жазылған. Так, қазір шықты, енді жарнамаға көреміз, звонок күтеміз, қоңырау күтеміз, арғай тамашалаймыз. Ассаламуалейкум ағайындар, біз Тараз қаласының орталық авто базарына келіп қалдық. Қазір Жамбыл бауырымыз екеміз 1,5-2 миллион теңгеге Тараз қаласының орталық базарынан машина қарап көреміз. Жалпы Алматы қаласынан қарағанда кішігірім, бір қарапайым көшелерме аймақтар тарталғанша әр бері, басқаларға ұтылғанша бәрін бері. Неге оны үйге екпей, неге оны үйге екпей, көшелерме аймақтар. Golf 4 қанша дейді? Golf XT4 2 миллион 400 ба? Тараздың бағалары осындай. BMW автомат 2 миллион 400. Бадырақ көзім мәнісі қанша деп тұр екен? 2 миллион 300. Мұнда Golf 3 820 теңге сұрап тұр, 92 жылғы механика. Тараз қаласының автобазарының 80% көбінесе 2 миллион теңгеден төменгі арзан ескі құсқы машиналар көбінесе. Бұл жерде варианттар, нұсқалар өте аз. Біз әрі қарап жүрміз. Өте кішкентай автобазар. Hyundai Elantra менде осындай болған. 2014 қателеспесем. Қанша сұрап тұр екен? 2013 екен. 4 миллион 900 сұрап тұр. Түсі әдемі екен, қанық. Қанша деп отыр Жамбыл? 2300 прошу. 2300? Какой год? Насыл? Кабан. 2 миллион 200 сұрап тұр екен. Автомат. Автоматтар кішкене капризный болады. B4. Тараздағы ең сұраныстағы көліктердің бірі Audi B4. 1 миллион 200 сұрап тұр. B4 Passat 1 миллион сұрап тұр екен. Lada Priora. Priora 2 ғой.
Қанша сұрап отыр? 1.900.000. Қанша дейді Nexia? 1.550.000. 12-ші жыл ма? 13 жыл. 1.500.000-ге 35 Camry 2005 жылғы. 3.8 ба? 3.8 американец. Полный комплектация сұрап отыр. 50, бірақ бампер 55 екен. Қанша сұрап отыр? 6 миллион, 6-та 7 миллион сұрап тұр. Camry 12 жылғы. Так, 14 класс 2013 жылғы. Қанша сұрап тұр? 1.700.000 сұрап тұр. Nigga on the uyga ekbi Köşelerime aymaktar Tartağanşa er beri Başkalara ırtılganşa berim beri Nigga on the uyga ekbi Так, Camry 40 4 японец 5 миллион сұрап тұр. 2007 жыл. Қожа. Сіздер байқайсыздар ма? Жылдан жылға автобазарға машина әкелушілердің саны өте азайып бара жатыр. Себебі қазір адамдар базарға шығарып күнде күйіп өсті тұрғысы келмейді, барлығы колесоға шығарып жылдан сатқысы келеді. Сол себепті менің ойымша автобазарлар өлмейді, бірақ жылдан жылға азая береді. Тек қана автобазарлардың бізге қажеттілігі ол сырт жақтан, шет жақтан, облыстардан алып келеді ғой машиналарды. Соларға қолайлы, ал былай қалада сататындарға ол колесоға салып сатқан қазіргі таңда өте қолайлы. 2007 жылғы Lada Niva автокөлігі миллион сұрап тұр. Автокөлігі 3 объемда екен, өзінің родной краскасында 2 миллион теңге сұрап тұр. Қанша сұрап отырсың, брат? 9 миллион. Жеті ма, 2007 ма? 8? 200-лік Land Cruiser 9 миллион сұрап тұр. Nissan Juke 2013 жылғы екен. Қанша сұрап отыр? 3 миллион 900 сұрап тұр. Сұрап тұр екен. 2007 жылғы 4 миллион 100 сұрап тұр. Европейский. Қысқасы бұл базарда 40 минутта барлығын аралап сатып, ешқандай бір алым-саны жоқ. Базардың 80%-ында ескі құсқы 2,5 миллионға дейінгі көліктер. Жалпы құны өзінің беретін құндылығынан биіктеу. Ағайындар, бүгін жексенбі 25 тамыз 4-тен 12 кетті. Менің жарнамам мұнда тұр. Мұнда архивте тұр. Бұл дегеніміз машина, көлік сатылды. Кешелі бері 563 адам қараған екен. Шыны керек, мен топқа салып жердім, 300 теңге төлеп бір күндік. Онда себеп тиген шығар. Шыны керек, достар, мен өзімде 22 сағаттың ішінде көлікті сатып жіберем деп ойлаған жоқпын. Бүгін күн жексенбі болғандықтан бүгін сон жұмыс жасамайды. Құдай қаласа ертең сонға барып, жаңа егесіне машинаны оформить етіп береміз. Міне жаңа 20 мың теңге алдын ала төлемақы тастап кетті. Әкесі мен баласы өзінің 40 Toyota Camry 40 көлігін сатып, осындай жаңа Toyota Corolla көлігіне ие болып отыр. Осы кезекте мен өзімнің 22 сағат ішінде көлікті қалай сатқаным туралы себептерін сіздерге 5 лайфхак айтайын. Ең бірінші лайфхак суретті сапалы, әдемі түсіру керек. Барлық ақауларын, барлық плюстерін, барлық артықшылықтарын түсіру керек. Екінші себепте сатылым алып келетін мәтін жазу керек. Үшінші себепте сіз сайтқа беретін кезде кішкене ақша салып жіберіңіз. Адамдар неғұрлым көп көрген сайын, соғұрлым сіздің көлігіңіздің өтуі себебі жоғары болады. Төртінші себеп, ешқашан өтірік айтпаңыз. Өтіріктің тасы өрге жүзбейді. Бәрібір сіз қанша өтірік айтсаңыз да, қазір барлық адам ақылды, толщиномермен жүреді. Сіздің соғылғаны болса, бір минустар болса, көреді, бетіңізге басып айтып кетеді. Сол үшін өтірік айтпаңыздар. Бесінші себепте адамдармен сыпайы достық қарым-қатынаста сөйлесіңіз, өзіңіз жақсы болыңыз. Егер сіз жақсы болсаңыз, сөзіңіз түзу болсаңыз, өзіңіз түзу болсаңыз, ықтималдылығы, сату ықтималдылығы жоғары болады. Мен Corolla'ны сатылып кетті. Жаңа егелеріне бұйырсын. Анау кетіп бара жатқан екі кісі алды. Жаңа егесін қуанып жүре берсін. Сонымен достар, Жетісу ауданындағы соңға келдік. Бір қызығы, бұл жерде 1,5 сағаттан номерді шешіп, егесі номерді алып, уже бітіп тастады. Орталық Момышұлдың аяғындағы сонан қарағанда бұл жерде өте қолайлы екен. Бұйырса достар, енді 24 сағаттың ішінде қалай жаңа көлік алатын туралы келесі бағдарламаларда көре аласыздар. Күтіңіздер, лайк басыңыздар, пікір қалдырыңыздар.
қалай бояған аны? Бұндыра бояп тастаған. Ақылай. Кеше ғана шығарған аны краска. Қателеспесем осы көлік. Екі есігін біреуі боялған. 2015 жылға 5 миллион 700 сұрап тұр. Енді